бала адамға не үшін керек деп ойлайсыздар? Бала біздің болашағымыз. Демек біздің болашағымыз болса, бала қазірден бастап дұрыс, сапалы отбасылық үлгіні өз отбасынан көріп өсу керек. Ата-анасынан көріп өсу керек. Өзінің отбасына сол нәрсені алып барады. Көбісі қазір былай баласы жоқ болса айтады, бала өмірдің мәні деп. Бала өмірдің мәні жаңағы Салтанат айтқандай отбасыны біріктіріп тұрады деп. Мен олай айтпас едім. Бала ол өмірдің мәні емес. Баласына жамандық тілейтін ата-ана болмайды. Балам жаман болсын дейтін ата-ана болмайды. Мына отбасыда бала бар ғой, бірақ бақытты емес. Мына отбасыда бала бар, бірақ ажырасып кетті. Бір кем мына отбасыда бала бар ғой, бірақ тағы бір мәселелер шығып жатыр да. Бала тәрбиесінде нені ескеріп жүруіміз керек, қандай аналар қателіктер жібереміз. Бала тәрбиелеу деген ол бірінші кезекте өзің тәрбиелеу. Өзіңнің сөзіңді, ісіңді бақылау, нені айтам, нені істейм, еркіндікке салып өзім білем дегенге кетпейсің да. Мен ашуланбауым керек деп өз-өзімді ұстаймын деген секілді. Мен айтам да, ашу ол норма. Ашулан, бірақ ашуланып баланы қою норма емес та. Деген секілді бірдеңе айтып жатады. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі подкастымызға арқау болғалы тұрған тақырып бала тәрбиесі. Бала тәрбиесі қашанда өзінің маңыздылығын, өзектілігін жоймайтын тақырыптардың бірі. Әлбетте бір жауыр болған тақырып секілді көрінетін шығар, десе де бала тәрбиесі қашанда маңызды және әр уақытта айтарымыз бар деп есептейміз. Бүгінгі подкастымызға келіп отырған қонақтарымызбен танысып өтіріңіздер. Әжниязова Гүлзия Темірханқызы Ақтөбе қаласындағы Нұрлы білім орталығының негізін қалаушы және нейропсихология бағытында ізденіп жүрген ұстаз. Қош келдіңіз. Және де келесі бір қонағымыз Иманғазина Салтанат Нұрбайқызы, тәрбиеші, тәжірибелі ұстаз деп айтсақ болады, және де баланы дамыту, баланы ойната отырып оқыту саласында, баланың психологиясы саласында тәлімгер деп айтсақ болады. Жақсы, бүгін алтын уақыттарыңызды бөліп подкастымызға келіп жатқандарыңызға алғыс айтамыз. Және де бүгінгі мынау қозғағалы тұрған тақырыбымыз барша аналарға, әсіресе жас аналарға сондай бір пайдалы сұхбаттардан болсын. Амин. Жақсы. Жаңада жоғарыда айтып кеттік, біз қазақ халқы қашанда баланы қызығымыз деп білеміз. Абай атамыздың өзі адамның бір қызығы бала деген дейді. Және бір қара сөзінде айтады, адам Құдайдан бала сұрайды дейді. Оны қайтпек керек дейді. Өлгеннен кейін артымнан Құран бағыштасын деймі? Әлде артымда із болып қалсын деймі? Мен өлгеннен кейін мал мүлкіме ие болсын деймі? Немесе қартайғанда мені бағып қағып асырасын деймі дейді. Расымен де осы бала адамға не үшін керек деп ойлайсыздар? Бала адамға не үшін керек дейсіз? Енді айтатын болсақ, мен өзім баласы жоқ адаммын. Мен балаларым, ол менің оқушыларым. Қазір енді іздене келе, оқи келе, баланың Аллахтан берген үлкен аманат екенін түсінесің, білесің, көріп те жүрсің. Бала не үшін керек дегенде, өзіңнің бойыңа берген бар қасиетіңді балаға үйретіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбетім деп шырылдаған дұрыс үмбетінің қатарында болып, Абай атамыз айтқандай, шынайы адам қылып өсіріп, артыңнан дұрыс дұға жасайтын ұрпақ қалдыру үшін келеді деп ойлаймын да. Өзім солай ойлаймын да. Ал жақсы, Салтанат, сіз ой қосыңыз. Жалпы Абай атамыздың сол қара сөзінде жалғастырады ғой, егер сенің халыққа қылған бір қызметің болса, артыңнан Құран бағыштап оқитын адам қалмайды деп ойлайсың ба деген секілді. Яғни өзіңнің жұртқа қылған жақсылығың болмаса, сенің балаң не қыла алады сен үшін деген секілді бір дәл сондай форматта болмағанымен солай жеткізілген сөз бар да. Жалпы біз баланы көбінесе өміріміздің жалғасы ретінде көреміз да. Бірақ негізі ата-аналарға өмірінің жалғасынан бұрын жаңа туылған бала өзінің өмірінің жаңа бір парағын бастаушы ретінде қабылдаса, сол кезде жаңағы бізде жалпы енді бала тәрбиесін, баланың психологиясы деп жатамыз ғой, сол кезде айтамыз баланы шартсыз жақсы көру керек. Егер бала менің өмірінің жалғасы дегеннен бұрын, бала бұл өз өмірінің жаңа баспалдағын бастап жатырған бастаушы ретінде қарайтын болса, ата-анаға бала
баланы шартсыз жақсы көру жеңілірек болады да. Себебі біз жалғастырушы ретінде қарасақ, қалай жалғастырушы? Мысалы, мен бір істі бастаймын, ол соны алып кету керек, жалғастырушы. Ал әрбір адам өзінің жаңа өмірінің баспалдағын басты, демек менің жүріп өтетін жолым басқа, оның бастайтын жүретін жолы басқа деген секілді. Енді бұл жерде біз балаға бір үміт артпау керек, балаға жаңағы қалай айтамыз, өзіндік бір талаптарыңды қоймау керек деген сөз емес бұл жерде. Жалпы баланы шартсыз жақсы көре алу мақсатында деп айтамыз ғой. Бізде жаңағы көбінесе бір баланы құрал ретінде қолдану деген ұғым бар. Енді қалай, мысалы, бала отбасын жақындатады, мысалы, қазақ қоғамында да сондай үрдістер болады ғой. Мысалы, дүниеге бала алып кел, отбасың жақсарып кетеді деген секілді. Осындай жердің барлығында, яғни балаға белгілі бір міндет арту бар. Сол себепті мен ойлаймын, что баланы біз өзінің жаңа өмірін, яғни қанша Алла ғұмыр берді, сол өмірінің жаңа баспалдағын бастаушы ретінде қарауымыз керек деп солай есептеймін. Жалпы бала деген ұғымға айтатыным осы. Және әрбір ана бала дүниеге алып келген уақытта, енді ол бірінші Аллахтың қалауы құрсаққа бітіру баланы, екіншіден әрбір ана жаңағы өзіне сұрақ қою керек та, ата-ана. Яғни бала дүниеге келгеннен кейін отбасы болып қаланбауы керек. Ер мен әйел бала дүниеге келмей тұрып, оларда отбасы деген ұғым болу керек та. Сол кезде бала тәрбиесі жеңілдейді. Бала тәрбиесіне деген көзқарас жеңілдейді. Былайша айтқанда, себебі балаға деген көзқарас, қарым-қатынас өзгереді. Мен жалпы сондай ұстанымдамын, сондай түсініктемін. Демек, сіздердің әңгімелеріңізден түсінетініміз, жалпы балаға жекеменшігің ретінде емес. Біз өткені өмірге алып келдік, біз саған еңбек сіңірдік, оқыттық, бақтық, қақтық, көйлегіңді көк, тамағыңды тоқ қылдық деп жатамыз ғой. Жеке меншігің ретінде емес, жеке тұлға ретінде, ол да бір Аллах тағаланың пендесі, оның да өзінің өзіндік ерекшеліктері бар, өзінің қабілеттері бар. Жалпы Құранда айтады ғой, біз адам баласын көркем бір бейнеде жараттық дейді. Яғни өзінің бір сезімдері бар, өзінің бір көзқарасы бар, өзінің бір қызығушылығы бар, қабілеті бар, жеке толық тұлға ретінде қараймыз дейсіз ғой. Ата-ана жерде қосып жібергім келеді. Мысалы айтады ғой, көбісі қазір былай баласы жоқ болса айтады, бала өмірдің мәні деп. Бала өмірдің мәні, жаңағы Салтанат айтқандай, отбасыны біріктіріп тұрады деп. Мен олай айтпас едім. Бала ол өмірдің мәні емес. Біздің бұл дүниеге келгеніміз енді бір ғана мақсат құлшылық қылу ғой. Өзіміздің Алламызға құлшылық қылу. Ал баланың өмірдің мәні десең, ол өміріңді қиындатып жібереді. Аллаға құлшылық қылу, Алланың бергеніне риза болу, сол жағынан қарасаң, және айналамызда енді шүкір, айналамыздың барлығы балалы болғаннан кейін уже өзім бала дамыту, баланы оқыту, баланы түсіну саласында бала педагогикасын зерттеніп жүрген адам ретінде қараған кезде көп шикілік көріп атасың. И сонда ойлайсың да, мысалы, мына отбасыда бала бар ғой, бірақ бақытты емес. Мына отбасыда бала бар, бірақ ажырасып кетті. Мына отбасыда бала бар ғой, бірақ тағы бір мәселелер шығып жатыр да. Сонда ол бала отбасының бақыты емес. Бала отбасының маңызды бір бөлігі емес та. Сол жағынан көбісі солай қарайды да, сосын ақсақтайды отбасы. Ал ол тек Алладан берген аманат деп қарасақ, ол жеке тұлға, жаңағы айтқандай, ол жеке өз алдына, мен айтамын да, кішкентай адам деймін да, ол кішкентай адам деп. Оның да сезімі бар, оның да айтары бар, оның да ойы бар. Өзінің өмірі, өзінің тағдыры бар. Оны просто андай өзімнің жеке мен тудым, мен өзім білемін деп қабылдағаннан кейін біз баланы қабылдамай жүреміз. Көп қиянатта жасауымыз мүмкін, аманатқа көп қиянатта жасауымыз мүмкін. Өзім білем, өзім өлтіремін деп баяғы шешеміз ұрсатын еді. Сол себепті андай не көп болады да, балаға мен дүниеге алып келсем осылай қыламын, осындай істеймін, осындай. Өзінің арманын тығады баланың ішіне. Жақсы, бұл енді алдағы уақытта тағы да бір әңгімелерімізді айта жатармыз. Жалпы бала енді өмірдің негізгі мәні болмағанмен де, жалпы біз қазақ халқы енді ықылым заманнан, ата-бабамыздан жалғасып келе жатырған сол бір салт дәстүріміздің өзіндік ұлттық құндылығымыз, отбасылық құндылығымыздың бірі ғой. Расымен де бала адамның қуанышы, көзінің жұбанышы, көңілінің қуанышы. Жаңа айтып жатырмыз ғой, Абай атаның өзі айтып кеткен, адамның бір қызығы бала деген деп, бәрібір үкілеген үмітімізді, біз болашағымызды, тағдырымызды жалпы баламен байланыстырып отыратынымыз рас енді. Әлбетте бала Аллах тағаладан берілген бір нығмет, сый дейміз, және сынақ деп те айтсақ
айтсақ болады. Өйткені әр уақытта да біз өзіміз қалағандай бала бола бермейді ғой баламыз. Бірақ жаңағы жекеменшігіміз ретінде бір жаңа үстемдік көрсету мақсатында кейде бір сол аманат деген ұғымды дұрыс түсінбегендіктен де бәлкім қиянатта жасап жатуымыз мүмкін. Десе де баласына жамандық тілейтін ата-ана болмайды. Балам жаман болсын дейтін ата-ана болмайды. Кез келген ата-ана өзінің барын салып, нарын салып, жаңағы барынша жақсы тәрбие беруге тырысады ғой. Жалпы тәрбие деген үлкен бір ұғым ғой. Оның бір жаңа қатып қалған бір белгіленген бір формуласы жоқ. Әркім енді хал қадірінше өзінің бір санасы, түйсігі, таным түйсігінде, өзінің бір түсінігінде тәрбиелеп жатады. Білім дәрежесінде ма енді ортақ бір анықтамасы жоқ тәрбиенің. Жалпы бала тәрбиелеу деген салада, деген ұғымда жалпы бала тәрбиелеу дегеніміз не өзі? Және бала тәрбиелеуде қандай бір ұтымды, өздеріңіз енді әрі педагогсыздар, әрі анасыздар. Сондықтан да мына өмір тәжірибесінде болсын, немесе еңбек қызмет тәжірибесінде болсын, қандай ұтымды тәсілдерді білесіздер. Бала тәрбиесінде нені ескеріп жүруіміз керек, қандай аналар қателіктер жібереміз, немесе әрбір ата-ана балам жақсы болсын дейді ғой. Сол бір өздеріңіздің қызметтік болсын, өмірлік болсын тәжірибелеріңізбен бөліссеңіздер. Бала тәрбиелеу деген ол өзің тәрбиелеу. Балаға қарап, айнаға қарағандай болу. Ана баладан өзіңнің ұнамай тұрған ісіңді көресің, ұнамай тұрған сөзіңді көресің. Мысалы, мектеп жасағанда оқушылардың қылықтарына қарайсың да, бұрынғы өзің есіңе түседі. Уже ана ұрысқың келіп тұрған оқушыға ұрыса алмайсың. Өйткені бұрын сен солай істедің ғой. Неге оған сен ұрысуың керек деген. Баланың істеп тұрған қылығына да қарайсың да, бұрында сен сөйттің ғой. Неге сен оған неге істемеске деп. Мен айтар едім, бала тәрбиелеу деген ол бірінші кезекте өзің тәрбиелеу. Өзіңнің сөзіңді, ісіңді бақылау. Нені айтам, нені істейм, еркіндікке салып өзім білем дегенге кетпейсің да. Сіздің не қосарыңыз? Гүлзия апайдың сөзімен толық қосыламын. Жалпы өз эмоцияңды тану деп айтамыз ғой. Негізі көп жағдайда біз сол эмоциямызды танымағанымыздан, кейде түсінбегенімізден, жаңағы белгілі бір ситуациялар кезінде өзімізді басқара алмаудың себебінен балаға көп зардабымызды тигізіп қоямыз. Айттық қой, ешбір ана баласына жамандық тілемейді. Бірақ осындай сәттер туған сәтте өзін түсінбегендіктен көп аналар жаңағы белгілі бір жаза түрлерін қолданып, кейін сол әрекет үшін өкініп жатады да. Сол үшін адам бірінші әрбір ана өзін тануға әрекет ету керек. Және бір өзіндік қызығушылығы, өзіндік жолы, өзіндік бір қалаулары, яғни құндылығын, қажеттілігін, қалауын, сезімдерін танып, қарым-қатынас құратын болса, бала тәрбиесінде сол кезде ол қалай айтсақ болады, өзінің жүргізіп жатырған тәрбие процесіне белгілі бір деңгейде жақсы нәтиже көреді. Яғни айтамыз, рухани тыныш болады. Мысалы, баласын байқаусызда ұрып қойған ана ол рухани тыныш бола алмайды ішкі күйімен. Себебі ол баланы қазір ұрып жібересің, сосын ол 5 минуттан кейін мама деп жаныңа жүгіріп келіп тұрған уақытта сен ішіңде бір өзіңді кінәлі сезім пайда болады. Мен не үшін бұлай жасадым деген секілді. Ал сол осы кезде бізге мен көп жағдайда мен мысалы аналармен жұмыс жасаған уақытта олар өздеріне даже ашулануға тыйым салады. Айтады да, мен ашуланбауым керек деп өзімді ұстаймын деген секілді. Мен айтамын да, ашу ол норма. Ашулан. Бірақ ашуланып баланы ұрып қою норма емес та. Деген секілді бір не айтып жатады. Басында өзімізде бұл ақпаратты естігенде өзімізге де таңсық болды. Бірақ шынымен ашулануға мүмкіндік беріп, бірақ ашудың себебінен баланы ұруға мүмкіндік бермегенде өз-өзіңізді іште жеңіл сезінесіз да. Сол кезде яғни жаңағы тәрбие процесінен басқа жаққа қарай ауытқып бара жатырмыз. Осы жерде жаңағыдай өз-өзіңді тану, өз-өзіңді түсіну, өзіңді құндылықтарыңды басқара білу деген мәселе ғой. Эмоционалды интеллект деп айтамыз ғой қазіргі таңда. Сол мәселе. Яғни көбінесе жаңағы ішкі әлеміңмен толық болу керексің. Сол кезде баламен де қарым-қатынаста толық боласың деген секілді да. Жалпы әрбір істе енді күллі мүміндерге
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үлгі ғой. Ол кісі де тек қана пайғамбар болып қана қойған жоқ, сонымен қатар мейірімді әке болды, сүйікті ата болды, жақсы жар болды, және біз мына сүннет жолы дейміз ғой. Осы бала тәрбиесінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қандай тәсілдер, қандай әдістер қолданған деп мен бір ізденгенімде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең бірінші басты нәрсесі бұл мейірім екен. Мейірім мен жұмсақтық. Егер бала мейірім көрсе, жаңағы сіз айтқандай бір ашу, ыза, агрессиямызды өміріміздегі жаңа күллі бір қиыншылық сәттерде баладан балаға шығармай, сондай бір қиындықтарымызды зиян шектірмей дегендей мейірім мен махаббатқа толтырып өсірсек, сондай балалар бір жаңағы сезімдері де дамыған, жалпы айналасына да өзі де мейірімді бір жақсы бала болмақ екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мынандай бір айтып кеткен хадисі бар. Жұмсақ болыңдар дейді. Айналаларыңа жұмсақ болыңдар, бала шағаларыңа жұмсақ болыңдар. Себебі қай іске жұмсақтық кірсе, сол істе береке болады дейді. Бұған не айтасыздар? Жалпы мейірім, махаббатқа толтырып өсіру деген мақсатта. Ана жаңағы бір оқиға сира кітапта аса бір мән берілмейді, бірақ маған сол сәтте қатты бір әсер қалдырғанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық берілген кезде ең бірінші Хадиша анамыз жаңағы соңынан ереді, кейін ол Әли радиаллаху анху айтады ғой. Ол кезде Әли радиаллаху анху өте кішкентай бала болады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады да, оны қалай айтқандығы сол кітапта баяндалады ғой. Тізесіне отырғызды дейді да, басынан сипады да, сосын маған осындай бір міндет жүктелді, сен менің соңымнан ересің ба деген секілді өзінің ұсынысын жаңағы нені насихаттайды да исламды. Сол кезде біз мысалы оны бала психологиясында да айтамыз да, баламен деңгейлес болу керексің, балаға махаббат беру керексің, көзіне қарау керексің да. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәл сол тәсілді былайынша айтқанда қолданып тұр. Қазір біз оны ғылым, осылай істеу керек, осылай істеу керек, әрбір шақпен есептейміз. Сол кезде айтылған жаңағы ненің барлығы орындалып тұр да. Әли радиаллаху анху тізесіне отырғызып тұр, көзімен көзін теңестіріп тұр, басынан сипап, оған қауіпсіздік сезімін беріп тұр, содан кейін өзінің оған жеткізгісі келіп тұрған ақпаратын айтып тұр да. Осындай бір әдемі нені сол сира кітап оқып отырғанда байқағаным да, енді андай өзіңнің оқып жүрген ақпараттарыңмен бәрібір діни нені ұштастырасың ғой. Сол кезде ойлайсың да, бұрын мән бермеген нәрсе, мысалы былай қарасаң бір қарапайым дүние, бірақ сол кезде ол Әли радиаллаху анху жүрегін жылытты да. Ол тәсіл кез келген баланың жүрегін жылытады. Кез келген бала емес, ересек адамның өзіне сен маңыздысың деген сезімді бере алу. Басты бір не ғой, басты бір тәсіл ғой. Сені құрметтей алу, саған маңыздысың деген сезімді бере алу, бұл өте мейлі бала қай жаста болмасын, оған кәдімгі бір манағы басында айтып кеткендей, жеке тұлға ретінде, жеке адам ретінде жақсы қарым-қатынас жасау, мәміле құру, сөйлесу деген жаңағы осындай бір керемет тәсілдер қазіргі уақытта бір қалыс қалып жатырған сияқты. Мана жоғарыда да айтып отырсыз, ұру, жаңағы ұрсу, жазалау деген нәрселердің орнын керісінше осы мәміле, сөйлесу, ашып түсіндіру, бағыт бағдар беру, дұға ету деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінде жақсы тәсілдер бар ғой негізі бала тәрбиесінде. Бір күні қазір менің де бір есіме бір оқиға түсіп отыр. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көшеден өтіп бара жатырса, бір топ бала күліп жатыр екен. Неге күліп жатыр деп бір жақындап бір қараса, мешітте азан шақырылып жатыр екен де, бір бала сол азанның сөздерін кішкене жаңа мазақ қылғандай бір қате айтып, балаларды қыран топан күлкіге қалдырып жатыр екен. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп, енді азан деген үлкен бір жаңағы дінімізде қасиетті, қастерлі ұғымдардың бірі ғой. Сондықтан да мынау енді біз көрсек, бәлкім сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның орнында болсақ, бәлкім бір дүрсе ұрса қойып деген секілді, бірден дауыс көтеріп, әлгі баланы жазалап деген секілді сондай бір тәсілдерге көшуіміз мүмкін. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істеді дейсіз ғой? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі баланы шақырып, басынан сипап, манағыдай, тізесіне отырғызып, құшағына қысып, ол көп жерде солай істеген. Немересі Хасанға, Хусейнге, басқа да бір әңгімелер көп, Анас ибн Маликтен жеткен хадистерде дегенде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әр уақытта бірінші жаңағы өзіңіз айтқандай қауіпсіздік пен сенім берген. Ең бірінші баланың қорқып тұрған, міне мені жазалайды, міне маған ұрсады деген жаңағы сезімдерін тулап тұрған, жүрегін
басқан ғой ең әуелі. Сонан кейін даусың қандай әдемі, даусың қандай керемет, сен бе мына азанда шақырып жатырған деп жаңағы балаға деген сенімділік беріп, оның жаңағы теріс қылығының өзінен бір жақсы нәрсе көре біліп тұр ғой. Соны балаға жеткізе біліп тұр. Онан кейін кәне азан шақырып берші дейді. Әлгі бала өзінің уже қатесін түсінеді. Қатесін түсінеді де енді азанды айтуға, жаңағыдай қате айтуға ұялып тұр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі азан шақырып көрсетеді. Ана әрбір сөзін шегелеп айтып көрсетеді. Мұнан кейін бала қайталайды және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол балаға дұға етеді екен. Өміріне Аллах тағаладан береке сұрайды екен. Енді бұл жерде былай қарап тұрсаңыз, шағын бір әңгіме, жарты бетке де толмайтын қысқа бір хадис, қысқа бір әңгіме десек те, қазіргі біздерге аналарға, бала тәрбиесімен айналысушы аналарға, тіпті әкелерге де біз енді көбіне бала ананың қасында өмірінің көп бөлігін өткізетін болғандықтан, әсіресе бала кезде анаға деп айта береміз. Негізінде бұл әңгімелердің барлығы әкелерге де қажет. Көп деген сондай бір өнегелер жатыр. Балаға қауіпсіздік беру, балаға сенім беру, балаға баланың тілінде сөйлесу деген. Онан кейін жаңағы теріс қылығы үшін дүрсе қоя беру, ұрсу емес, керісінше соның өзінен бір жақсылық көру. Сон бір жаңа айтады ғой, бұлақ көрсең көзін аш дей ме? Сол сияқты бір жаңа даусың әдемі екен, сенен өскенде керемет азаншы шығады дегендей, жаңағы жамандықтың өзін жақсылыққа айналдыру деген нәрсе. Мұнан кейін жаңағы дұрыс бағыт-бағдар көрсету. Біз мысалға жүгіріп бара жатып, бала бір нәрсені сындырып тастаса да, бір нәрсені бүлдіріп жіберсе де, бірден дұрсе қоя береміз. Керісінше оның жаңағы альтернатива дейді ғой, жақсы жағын қалай істегенде дұрысырақ болады, қалай істегенде жөн болады деген нәрселерді біз айтып түсіндіре бермейміз. Біз енді қашанда білмеймін, қазір енді мынау нәпақа табу, табыс табу деген жолдарда бір асығыс үсігіс жүреміз бе, бір өмірде жаңағы сөйлесуге келгенде ашып түсіндіріп деген секілді бір жақсы нәрсеге бағыттау дегенде бір кішкене бір не сияқтымыз, сабырсыз ба, әлде уақытымыз тапшы ма, сондай да ойланып бала қайшымен қия алмайды. Ересектер ойлайды былай, ол нормальный нәрсе, ол қию, қолына қайшыны алды қию керек деген сияқты. А бала қия алмайды. Енді сен оған қиып, қолынан прям ұстап, қайшымен қиып үйретесің. Сосын ол үйреніп алып кетеді. Біз үйретпейміз, біз сразу талап қоямыз. Көп жүгартамыз. Бірінші үйретіп көрсетпейміз, бірден талап етеміз. Біз үйретпейміз, біз талап қоямыз, сразу ұрсамыз, олай қимайды, былай қияды деп, содан кейін өзіміз көрсетеміз. Оның қолын ұстап бірге қимаймыз, біз өзіміз қиып көрсетеміз. Себебі талап қою бізден аз уақыт талап етеді ғой. Істе, жаса, болмаса ұрса салу, ұра салу. Немесе өзің істеп салу оңай. Ал оған бірге отырып үйрету, онымен бірге жаңағы бәрібір жаңағыдай айналып бірге ойнау, бірге жасау, бірге бір жетістікке жету деген бір нәрсе тығынға тиіп отырады, уже да ұрысқың келіп отырады, үйретіп бір істегеннен үйреніп кетпейді ғой, қию. Оған ол процесс, оған да бір уақыт керек, бір шама. Сабыр керек. Жаңағы сіздің бір айтқан сөзіңізде аз уақытты талап етеді ғой, талап дейсіз ғой. Талап қоя салып, әрі қарай бір жұмысыңмен, шаруаңмен кете берген оңай деп. Бірақ осы аз уақыт болғанмен бұл көп зиян шектіреді ғой, өйткені бала үйреніп көрмеген, ата-анасынан көрмеген, ата-анасы үйретпеген нәрсені жасауда ол бәрібір жетістікке жете алмайды ғой, оған қиын ғой. Ол енді бірінші рет жасап тұр ғой, сондықтан да бұл жерде енді жұмысты аяқталмағасын біз тағы да сөгеміз ғой. Жұрттың баласы өйтеді, жұрттың баласы сөйтеді, сенің жасыңды, ал сенің қолыңнан келмейді деп. Сосын оның ішінде кінәлау сезімі, жасқаншақтық, басылып қалу деген нәрселер бар. Былай қарап тұрсаңыз, енді баланың сосын жаңағы кінәлаумен немесе ұрсумен біз жан жаралауымыз мүмкін, жанын жаралауымыз мүмкін. Өйткені жан, адамның көңілі деген адамдағы ең қымбат нәрсе ғой, былай айналып келгенде. Сондай бір сол нәрсені айтқым келген ғой. Мейірімге бола айтқым келеді. Мейірімді болу деген енді шариғат бойынша, жаңағы сүннет бойынша мейірім жағы несі жақсы, осы жолды ұстанамыз. Енді былай дүниелік жағынан айтсақ, мысалы Шалва Аманашвили деген ұстаз бар, гуманный педагогиканы ұстанады. Сол гуманный педагогиканы оқысаң, тұнып тұрған сүннет. Сол Шалва Аманашвили айтады:
баланы мектепке берер кезде, балабақшаға берер кезде керемет балабақша, керемет мектеп іздемеңдер дейді. Мектептің жаңағы условиясы мындай болу керек, ішінде мындай пәндер болу керек, мынандай болу керек, андай болу керек, тамағы мындай болу керек деп іздемеңдер дейді. Балабақшаны олай іздемеңдер дейді. Материалдық құндылықтары емес. Ең бірінші кезекте іздейтіндерің, енді ол орысша айтады ғой, енді ең бірінші айтады: ищите добрую улыбку Марии Ивановны дейді. Балаға ең басындағы қандай ұстазға бересің, ал арғалай сол ұстаз тіптен ұрысқан ұстазға тап болса, мысалы садикке баратын бала ұрысқан тәрбиешіге тап болса, ол садикке барғысы келмейді. Мектепке барғаннан кейін ол ұрысқан қатал ұстазға тап болса, ол сабақ оқысы келмейді. Оның мектепке деген ынтасы. Сонда жаңа сол сөз маған қатты ұнап қалды. Ищите добрую улыбку Марии Ивановны дейді. Көбіне біз енді материалдық құндылықтарға барған кезде мынау қандай жағдайлар жасалған, қай жерде бассейні бар, қандай пәндер бар, бағдарламасына қарап жатамыз ғой. Ал негізінде жаңа тәрбиенің жұмсақтығы, тәрбиешінің жұмсақтығы, тәрбиешінің балажандылығы, тәрбиешінің балаларға деген мейірімі, ол әлбетте жаңағы ең құнды нәрсе сол ғой. Жақсы. Мына Абай атамыздың өзі былай деп айтқан екен: баланың балалығын тыйдым дегенше, өскендегі даналығын тыйдым десеш дейді. Яғни ол бала болғасын ол қателеседі, бала болғасын ол көп нәрсені білмейді, бала болғасын оның бір бұзықтықтары болады, бала болғасын оның қателіктері болады. Енді өздеріңіз, мен қаншалықты білем, екеуіңіз де мектепке дейінгі балалардың жаңа дамуымен, мектепке дейінгі балаларды оқытумен айналысасыздар ғой. Жалпы ойын деген бір жақсы тәсіл бар ғой, ойын деген жақсы әдіс бар. Баланың өмірінде өте маңызды деп айтсақ болады. Ойната отырып оқыту деген педагогика қазір жақсы бір белең алып, көп танымал болып бара жатыр. Ол да жақсы, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады: кімде бала бар болса, ол баласымен балаша ойнасын дейді. Өйткені ойын арқылы бала деген білім жинақтайды, тәжірибе жинақтайды, ойын арқылы мінезі қалыптасады, ойын арқылы ортаға сіңісіп үйренеді, көптеген өзінің қабілеттерін танып бастайды деген сияқты ғой. Жалпы осы ойынның бала тәрбиесінде маңызы қаншалықты жаңағы жақсы? Енді мен өзім осы ойын арқылы дамыту, ойын арқылы оқыту дегенді ұстанып келе жатқаныма, методика қылып пайдаланып жүргеніме бір 4 жыл болады. Бұл мемлекеттік деңгейде бізде деген 2 жыл бұрын ғана шықты. Мысалы мына садиктерде мектептің мектеп алды даярлық нулевойында ойын арқылы сабақ жүргізу. Балабақша даярлық. Ойын арқылы сабақ жүргізу деген енді енгізіліп жатыр бізге. Ал енді мен 4 жылдан бері осы жолмен келе жатқанда, көбінесе аналар айтады, енді бұрын бізге де ұрысты ғой, мысалы шешеміз есілдері ойын деп. Бұл баланың есілдері ойын деп. Енді қараңыздар, біз дамимыз, біз оқимыз, YouTube қараймыз, Instagram қараймыз, Телеграмнан бір сабақтар аламыз, онлайн аламыз, офлайн аламыз, мешітке барамыз, ұстаз алдына барамыз. Біз дамып жатыр. Қалай? Солай іздену арқылы. Бала енді жоқ дегенде 7 жасқа дейін ол қалай дамиды? Ол тек қана ойын арқылы дамиды. Ол басқаша дамымайды. Біз енді оны ананы істеме, мынаны істеме, тек есілдерің ойын екен деп ана кружокқа апарып, мына секцияға апарып тыға берсек, бала ойын арқылы оның ойын тоқтап қалады ғой. Ол тоқтап қалғанмен ол ешқайда кетпейді. Ол ертең өскеннен кейін ол шығады. Ойынға толмаған бала түбінде ол бір ойынға тәуелді болады өскеннен кейін. Қанық ойынға тоймаған бала мектепте де ертең дұрыс оқи алмайды. Өйткені ойын арқылы жаңағы айтқандай ол ойын арқылы оқиды. Ойын арқылы қажеттілігі жабылмаған. Ойын арқылы ол сан үйренеді, есеп үйренеді, ойын арқылы ол кітапқа да оның махаббаты ойын арқылы ашылады. Ойын арқылы ол адаммен қарым-қатынас жасайды, коммуникация. Ойын арқылы ол дамиды. Басқаша бала ешқашан дамымайды. Енді осыны білгенсінде шығар, ата-бабаларымыз айтады, баланы 5 жасқа дейін жаңа патшадай күт дейді. Патшадай күт дегені патшаға ұрса алмайсың, патшаға зеки алмайсың, патшаға тыйым сала алмайсың. Енді бұл жерде деген істету деген нәрсе емес, әлбетте. Бірақ жаңа ойынына, баланың қызығушылығына көбірек көңіл бөліп, сол балаға сапалы уақыт бөліп, баламен бірге ойнап, соның көңіліне қарап, көңіліне қайғы түспеу деген. Әлбетте енді бала тәрбиесі үлкен тақырып қой, бір подкастпен, мына уақыттың өзі жүйрік, бір подкастпен бұның барлығын айтып үлгеру мүмкін емес. Бірақ енді баланың өмірінде бір жағынан ойын маңызды болса, екінші бір маңызды мәселе білім ғой. Өйткені білім бұл Аллах тағаланың берген үлкен нығметі.
адамзаттың дәрежесі де біліммен жоғарыланады деген секілді. Қазіргі енді әлеуметтік желілер көбейген заманда, мынау гаджеттер, телефондар, компьютер көбейген заманда компьютерлік ойындарға балалардың есілдері кетіп қалып жатырған жоқ па? Білімге деген қызығушылығын қалай ашамыз? Мінекей енді 1-2 қыр бір аз ғана күндердің ішінде енді мектеп жаңа оқу жылы басталады. Аналарға қандай кеңес бересіздер? Жалпы телефон мәселесіне қатысты мен бір қызықты ақпарат оқығанымда, мысалы айтады сол кітапта, біздің өскен дәуірде біз телефон деген нәрсе бізде андай қолжетімді болған жоқ та. Жалпы айтамыз ғой, біз тәрбие процесінде біз өзіміздің алған тәрбиемізді балаларымызға қайталаймыз. Неге қазіргі заманда аналар балаларын именно осы телефоннан шектей алмай жатыр? Себебі олардың балалығында телефонмен қатысты тәжірибе жоқ дейді да. Себебі біздің кезімізде телефон қазіргі балдардікі секілді қолжетімді болған жоқ. Біз үнемі уақытымызды ойынмен өткіздік, далада кір-қожалақ болып деген секілді. Ал қазір ондай емес дейді. Сол себепті де мысалға қазір зерттеулердің өзі енден жүргізіліп, енден анандай телефонның зияны нелері бізге енді жетіп жатыр ғой. Сол кезде сол ақпарат мені шынымен көңіліме қонымды болды. Шынымен біз телефоннан қалай бас тартамыз? Ал енді не істейміз? Енді жаңағы бәрібір айналып ойынға келеміз ғой. Біз жаңағы ата-аналар не үшін басында телефон берді? Үйді шашпасын, менің уақытымды алмасын, бір нәрсені бүлдірмесін, да? Бірақ ол баладағы даму процесі еді, солай жүретін. Мысалы, қазір байқасаңыздар, ол жаңағы бір маркетингтік құрал деп айтамыз ба, или ата-аналардың талабы деп айтамыз ба, бар ғой, тіпті балалар еңбектеп жүріп, кішкентай кезінен балаларды мықты, қатты деп айтамыз, жаңа неге гипер қамқорлыққа алады. Мысалы, тізесі жараланбасын деп тізесіне бірдеңелер кигізіп тастайды, құласа жаңа бас ауырып кетпесін деп арқасына бірдеңелер іліп қояды. Балалар жаңа ұстау арқылы, сипап сезу арқылы, табиғатқа жақын болу арқылы, әр нәрсені бір бүлдіріп қирату арқылы білім жинақтап жаңағы өседі, дамиды дейсіз ғой. Сондай табиғи даму жолы негізі ол жаратылысынан білуге, ізденуге, дамуға енді ұмтылады ғой бала. Оның даму жолы осылай қарапайым жолдар арқылы жүреді. Ал біз барынша жаңағы мысалы аналар айтып жатады, қанша күшті былай қозғалатын бүйтетін ойыншықтар алып беремін, ол мен жаңа тарелкамен жабысады, қасығыма жабысады деген секілді да. Яғни біз өзіміз қымбаттатып аламыз. Ол бізге балаға беретін пайдасы аз. Еще бала есейгенде біз тағы 2 есе онда баланы қинаймыз. Сен неге былай істемейсің, сен неге былай. Сол үшін баладағы білім, айтамыз ғой, даму процесі есейе келе бала ақпаратты тез қабылдағанын, түсінігі терең болғанын, тез түсінетін, зейіні тұрақты бала болған қаласақ, жаңағы айтқандай ойынның маңызы деп айтамыз ғой. Мүмкіндіктері беріп, жағдай жасап. Сұлтан Махмұд Торайғыров атамыздың сөзі ау деймін, ойын бала үшін өмір деп келеді, шатаспасам да. Шынымен де ересек адам үшін өмір сүру, жұмыс жасау, ақша табу, белгілі бір қажеттілігіңді жабу, тұлғалық дамуыңды алып жүру деген жаңа әрбір өзіміздің рөлдеріміз бар ғой. Солай жүретін болса, бала үшін өмір ол ойын да. Мысалы, жаңа ойынның тағы бір пайдасы бала бойындағы стрессті азайтады. Мысалы, байқасаңыз, балаңызға қалай ұрсасыз, немесе мысалы білмейміз ғой, біз қай әрекетіміз баламызға қалай әсер етіп жатыр да. Бала соны ойын арқылы шығарады. Баланың ойынына қарасаң, дәл өзіне не нәрсе әсер етті, соны бір ойыншыққа қайталауы мүмкін. Бала сол арқылы негізі жеңілдейді. Бала сол арқылы ішіндегі нелерін. Қазір біз енді ақпаратты әрбір жерден аламыз, бір ақпараттың басы бар, бір ақпараттың соңы жоқ. Қазіргі біздің буын деп айтайық, жаңағы балаға травма деген буынбыз ғой, былайынша айтқанда да, толық стресспен травманы ажырата алмаймыз. Бірақ әйтеуір бүкіл нәрсені бір жақсы жер ізден түсіндіріңіз. Сол үшін мысалы баламыз болашақта білімді, жаңағы не болғанын, ақылды, сөзінде тұрақты, ойын терең жеткізе алатын бала болған қаласақ, балаға ойынды шектемеу керек, және баланы кішкентай кезінен кітаппен дос қылу керек деген нәрсені айтамын. Мен айтып жүргім келеді осы жерде. Мысалы, орталыққа ата-аналар алып келеді, ата-әжелер алып келеді. Сонда бірінші алып келгендегі сұрағы не үйретесіздер? Сосын мен ең бірінші айтатыным, мен көпшілік күледі енді, бірақ мен солай айтамын, сол қабылдасын деп. Мен балаға ештеңе үйретпеймін, мен ойнаймын баламен деймін. Былай қарайды да, қызық көзбен қарайды. Бізде андай қалыптасқанда кішкентайынан уже 3 жаста или сөйлей бастаған кезде уже балаға біз деген түс үйретеміз.
міндеттілеп, әріп үйретеді, оны біліп алса әріп үйретеді, сан үйретеді. Уже қазір көп адам айтады, мысалы 4 жаста баласы 4-тен кеткен сөйлемейді, дұрыс сөйлемейді, бірақ ол санның бәрін біледі, ол әріптің бәрін біледі дейді де мақтанып отырады. Солай андай баласының білім жағында сол қарайды, тек қана әріп білді, сан білді, білімді болды, уже мектепке дайын бере болады дейді. Бірақ бұл жердегі маңыздысы ол емес. Бала мектепке дейін ол сан әріпті білмей ақ қойса да болады, потому что бірінші классқа барған оны үйретеді. Біз басқа жағын, ойын жағын дамытып, ойын арқылы дамыту арқылы біз дайындасақ баланы, ол мектепке дайын болып барады, ол мектепке қызығушылықпен барады, ол қызығып оқиды болады. Ерте жасынан дамытып оқытып келген кезде ол мектепке барғанда қызығушылығы басылады. Ол өспейді, ол төмен қарай кетеді, кейін қарай регресс болып кейін қарай кетеді. Сондықтан да мына баланың ойнауына, қиялының дамуына, дүниетанымының қалыптасуына, жаңағы ойынға мүмкіндік жасау керек қой енді ата-ана. Былай қарасаңыз, енді жаңағыда басында айтып кеттік қой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетімен де ол кісі өмірінде қандай әке болған, сонымен байланыстырып отырамыз дедік қой. Сол жаңа сүннеттен қарасақ та пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің жаңа немерелерімен ат болып ойнаған, жаңа үстіне шабандоз қылып мінгізіп алған, мынау қандай керемет сәйгүлік деп айтады ғой. Сол секілді жаңағы сәжде, тіпті намаздай үлкен ұлы құлшылықтың өзінде жаңағы сәждеден тұруға асықпаған деген секілді, яғни балалардың жаңағы ойынына ешқандай шектеу қоймаған. Жақсы, енді уақытта тез өтіп бара жатыр, көп нәрсе айтқымыз келеді. Осы бір ең соңғы бір сұрағымыз болсыншы. Жалпы енді біз қазақ халқы өзіміздің бір табиғатымызға, өзіміздің қазақилық жаңағы айтамыз ғой, отбасы құндылығын, ұлттық құндылықты әр уақытта жоғары қойған халықпыз. Сондықтан да бала деп өтеміз. Енді қай уақытта да біз бірінші орынға балам, ұрпағым деп өтетініміз ол енді артық айтылмаған нәрсе шығар. Десек те осы бала деп жүріп кейде аналар өздерін ұмытатын да жағдайға жетеді. Сөйтіп жаңағы тез шаршау болады. Балаға агрессия көрсетудің өзі ананың жүйкесінің жұқарғандығынан, сол нәрселерден ғой. Сондықтан да бұл жерде бала деп жүріп, аналар өзінің бір жаңағы іздену, білім алу, сүйікті іспен айналысу, өзінің бір денсаулығына көңіл бөлу, бір жаңа дәрумендер жетісіп жатыр ма деген секілді енді көп қой. Кейде тіпті расы керек, балаларымызды тастап бір табиғатқа шығып, бір оңашаланатын да кездеріміз өте сирек болады ғой. Осы жерде бір соңғы бір қозғайтын тақырыбымыз болсын, бізді тыңдап отырған аналарға, педагог ретінде, ізденуші ұстаз ретінде, жан-жақты осы салада білім алып жүрген мамандар ретінде қандай жаңағы кеңестеріңізді айтар едіңіздер? Өйткені мана жоғарыда да айтып жатырмыз, балаңды тәрбиелеме, өзің тәрбиеле, бәрібір өзің қандайсың, балаң жаңағы сенің, қазақта айтады ғой, не көрсе соны ұшқанда соны біледі деп, бәрібір сенің жаңағы көрсеткенің тәрбиелейді. Өйткені мынау педагог ғалымдардың өзі айтады, бала құлақпен емес, қанша жерден ақыл насихат айта берсең де, бала құлақпен емес, көзбен тәрбиеленеді дейді. Ата-анасынан не көріп өсті, ата-анадан қандай үлгі алды, ата-ана баланың көзінше қандай әңгімелер айтты, қалай сөйледі, әдебі қандай, сол нәрсені бәрібір бала көрген істейді деп айтады ғой. Ал енді осы жерде аналардың да балам демей, отбасым, балам, шағам дей бермей, өз-өзіне де бір қарап, өз-өзіне де көңіл бөліп, өз-өзіне де қаражат жұмсап, инвестиция салып, өз-өзін дамытып отырғаны да бір өте маңызды сияқты. Осы бір подкастымыздың түйіні болсын, ойларыңызды бір қысқаша жаңағы жинақтап айтып жіберсеңіздер. Жалпы айттық қой, мана негізі ананың ішкі халі баланың тәрбиесінде өте қатты рөл ойнайды деп ше. Одан кейін ана мен әке бала тәрбиесінде ортақ негізі екеуінің де жауапкершілігі бірдей. Осы тұста енді ана мен әкеге және балаға да пайдалы болу үшін мен өзімнің тәжірибемде қолданып жүрген, болмаса жалпы көптеген педагогтар осындай бір не айтады, ұсыныс айтады ата-аналарға. Жұбайлар жеке уақыт өткізу. Мысалы, көп жағдайда бала және әйел адам жолдасымен жақсы қарым-қатынаста болғанды қалайды. Жолдасымен қарым-қатынас жақсы болған сайын ол баласымен де жақсы қарым-қатынас құралады. Одан кейін айттық, бала біздің болашағымыз. Демек біздің болашағымыз болса, бала қазірден бастап дұрыс, сапалы отбасылық үлгіні өз отбасынан көріп өсу керек. Ата-анасынан көріп өсу керек. Өзінің отбасына сол нәрсені алып барады. Отағасы қалай болады, ана қалай болады, олардың арасындағы сыйластық, түсіністік қалай болады деген мақсатта ғой. Жақсы, өте кең. Ұшқанда соны біледі деген. Сол үшін жаңағы
балалармен жеке уақыт өткізу, иә, бірге отбасылық бір күнді белгілеп, одан кейін жұбайлар өздерімен жеке бір уақыт өткізу, белгілі бір күнді белгілеп. Үйде әдемі гармония, әдемі ауа райы болса, балада қалыпты жағдайда жақсы өседі дейсіз ғой, жақсы тәрбиелейміз. Жақсы, Алла разы болсын. Бір бала, сабағымда бір бала бір қызды ұрды, ұрып жіберіп ашуланып. Сосын мен айттым, қыздарды ұруға болмайды, неге ұрасың? Сенің анаңды әкең ұрмайды ғой дегенде ұрады деді. Болады қыздарды ұруға деді. Содан көре беруге болады да, тәрбие қайдан кетіп жатқан. Енді маған келетін көп бала сау бала, бірақ сау бала болғанмен орысша айтқанда невротический тиктары көп бала. Өзін тырнайды, өзін жазалайды, өзін жақсы көрмейді, өзін аяқ қолын ұрады, бір жерін тырнағын жеп жүреді, саусақтарын жейтіндер бар, иә, шашын жұлатын бар, ашуланған кезде салып отқан суретін жыртып тастайтындар бар, басқа балдарды ұратын балдар бар. Бәрі сау бала. Енді осы бала психологиясын, осы невроз курстарын оқығандағы бізге айтқаны, барлық баладағы проблеманың көп бөлігі кетеді әкесі мен анасының қарым-қатынасы дұрысталған кезде. Енесі мен келіннің деген сияқты отбасыдағы қарым-қатынас дұрысталған кезде баладағы көп проблема кетіп қалады дейді. Маған бір оқушы бала келді, ода невротический тик өте көп. Сол анасының айтқан бір сөзі бе, ол баланы кезінде көп үйдің тұңғышы, көп ұрдым, көп ұрыстым дейді. Ал енді ол қазір ол бала өсіп келе жатыр, ол ертең қазір түзелмесе, ол бала ертең әке болады. Ол қандай әке болатыны уже белгілі да, кіттейін. Қоғамның өзі содан қалыптасады. Әрбір отбасыдан, қазір енді өкінішке орай елімізде ажырасулар көп, мысалға жарым жанды болып, толық емес отбасында өсіп жатырған балалар көп. Бұны енді алдағы подкасттарымызда тағы да бір жаңағы талқылай жатармыз. Алла разы болсын келгендеріңізге. Біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан да енді айтылатын дүние көп. Әлбетте бала тәрбиесі, мана басында да айттық, өте ауқымды тақырып қой. Алла разы болсын. Аллах тағала кәсіптеріңізде береке берсін. Аллах тағала елімізді аман, жұртымызды тыныш қылсын, ұрпағымызды саналы, иманды, салихалы болуын нәсіп қылсын. Назар аударғандарыңызға рахмет.